Сәлеметсіздер, менің есімім Бейсенбек Айжан, 10 сынып оқушысы. Бүгін біз Бейсенбек әулетінен отбасы мүшелерінің ой-пікірлерін тыңдап, олардан сұхбат алатын боламыз. Отбасымыздың тірегі, қамқоршысы әкеміз жұмыста болғандықтан, бірінші сұхбатымызды аяулы анашымыздан алатын боламыз. Сіз үшін отбасыдағы бала тәрбиесі жайлы қандай ой-пікір айтар едіңіз? Мен үшін отбасы ең үлкен байлық. Балаларымызды ең басты үлкендерді құрметтеу, еңбекқор болуға тырысамыз. Бейсенбек әулетінде әрқашан бірінші орында сыйластық пен байлық бірінші орында. Сізбен толықтай келісемін. Көп рахмет. Сіз қазір қандай тағам істеп жатырсыз? Алмадан жасалған тәтті тоқаш. Сізбен бірге істеп көрсек бола ма? Әрине болады. Біз қазір тәтті тоқаш жасайтын боламыз. Келесі сұхбатымызды егізінен алатын боламыз. Сәлем, мен егізім болған саған ұнай ма? Әрине, бұл ерекше сезім. Алыстап жүргенде сағынып жүреміз. Менде де солай. Сен қазір не істеп отырсың? Бұл менің хоббиларым. Демалыс уақытында хоббиме айналысқан ұнайды. Бұл жыланда 25 жылы тоқыған болатынмын. Қазір қандай жыл келе жатыр? Жылқы жылы болғандықтан, осы жылқыны арнап соған тоқып жатырмын. Әдемі екен, жарайсың. Осымен біздің Бейсенбек әулетіндегі отбасы құндылықтары туралы сұхбатымыз аяқталды.